достар, видео басында мен сіздерге өте керемет жаңалық айтқым келіп отыр. Және осыны көбісі білмейді. Достар, менде өте керемет сообщество ашылған болатын. Енді достар, сіздер осы жерде үнемі менің жаңалықтарымды, менің мемдерімді көріп, лайк басып, коммент жазып, мені қолдап отырсаңыздар болады. Және достар, міндетті түрде сообществоға шыққан әрбір затқа көмектесіп, лайк басып, тіркеліп, үйтіп істеулеріңізді сұраймын. Ал сәттілік видео. Йоу достар, видео басламасам бұрын Фремидің арнасын ұсынамын. Фремидің арнасында өте керемет видеолар мен өте сапалы контентте мықты монтажбен видеолар шығып тұрады. Минут арнасына тіркеліп, лайк басып, коммент жазып, 10-тен келдім деп жазып кетеміз. Ал let's go, тіркелеміз арналар. Мен Рейзон 10 подписчиктері менің каналыма тіркеліп, лайкты үлпілдетіп басып кетіңіздер. Мен қайтадан оралдым МКП-ге. МКП сила, тек сила дегенде, МКП сила екен, оралдым. МКП-ні көтереміз деген балалардың бәрі маған тіркелсінші. Менің каналымды 100 подписчикке жеткізіңіздер. Алла разы болсын, осы каналды дамытайықшы. Ал сіздермен болған. Рейзон осы видеоны көріп кете беріңіздер. Ал давайте. When I see your Мен МКП-де дами алмаймын. МКП-де актив жоқ. МКП мен үшін жаралмаған деген ой әр МКП-шердің, әр ютубердің ойында бары анық. Ассалаумағалейкум МКП сүйер қауым. Қалайсыңдар достар? Ассалаумағалейкум барша қазақ елі, барша МКП сүйер қауым. Достар, бүгінгі видеода достар, сіздер көріп отқандарыңыздай, мен бүгін, яғни видеоның атынан барлықтарыңыз көріп отқандарыңыздай МКП-дегі қалай мотивация алуға болатынын айтқым келеді. Достар, менің алдымда көптеген осы жас ютуберлер, көптеген ютуберлер түсірген болатын, яғни мотивация түсірген болатын. Соның кейбір ютуберлерін көрдім, превью әдемі, әдемі болып тұрған ютуберлерді көрдім да, и потом қарадым. Но достар, бұл жерде мен достар олардың ойын айтпаймын. Мен бұл жерде өзімнің жеке ойымда айтатын боламын. Достар, қазір көбісі МКП-ге келіп жатыр. Мен оны ВКонтакте желісінде көремін. Яғни кейбір дизайнерлердің ВК группасында қараймын. Ол балдар бостан-босқа келді. МКП-де актив жоқ деп олардың желанысын қаша жүрсем де достар. Ойнап айтам. Шайнамай ұйықтасаңдар. Достар, кейбір МКП-шерлер ютубқа келеді. Келгеннен кейін олар сразу кейбірі кетіп қалады. Негізі достар, бұл дұрыс емес деп ойлаймын. Вообще дұрыс емес қой негізі дейсіз. Достар, МКП-ге келген кезде достар, сіздер яғни біреудің айтқанымен немесе біреудің сөзімен келудің қажеті жоқ. Өйтсеңіз достар, ол бәрібір сіз олай дами алмайсыз. Сіз МКП-ге өзіңіздің желанияңыз ашылса, немесе өзіңіздің яғни ниетіңіз ашылса ғана МКП-ге келгеніңіз дұрыс. Себебі сіз өзіңіздің ниетімен келіп, өзім ниетімен дамимын деп ойласаңыздар, яғни өсіп талпынсаңыздар, яғни дамуларыңыз өте мүмкін. Достар, енді достар, көбісі мысалы көп ютуберлер бар, яғни МКП-де мен дами алмаймын, МКП мен үшін жаралмаған деп айтатын ютуберлер қазір жетерлік. Достар, яғни сендер осы видеоны, сен яғни дәл осы видеоны көріп отырсаң, сен осы видеоны до конца тыңда. Себебі бұл сен үшін өте маңызды деп айта аламын. Достар, МКП-ге келген кезде сіздер өте керемет контент түсіріп, өзіңіз даму керексіз. Яғни ол простой күндегі бір видео, күндегі бір безбаш, күндегі бір зат емес. Сіз әртүрлі контентті видео түсіру керексіз, және де сіз өзіңіз талпыну керексіз десем де болады. Және де көбісі қазір мысалы өзіңіздің девайстарыңыз болу керек, өзіңіз нормальны соткаңыз, және де өте керемет монтаждайтын заттарыңыз болу керек. Және барынша монтажға тырысып, сол монтажбен видеоны әдемілесеңіз, адамның яғни адам тартады да. Сосын достар, сіздер МКП-ге келген кезде барынша пиар алып дамуға да болады. Қазір көбісі көп ютуберлер сөйтеді. Және де достар, сіздер яғни скиллға да қарайды десем де болады. Қазір МКП-де сен егер скиллың жоқ, яғни нашар, яғни айтады ғой, нуб болсан, яғни сені көбісі кемсітеді, нубсың анау-мынау деп. Сондықтан барынша скилл көтеріп,
мкпде скилл көтеру керек десем де болады. Иә, барынша авт бегеріп, барынша бедварс түсіріп и монтаждар жасап та дамуға болады. Иә достар, және де мкпде даму үшін сіз жай ғана видео түсірмей оған барынша тырысып түсіру керексіз. Либо мықты ютуберлерден совместка алып, совместка түсіріп қызықты монтаждар жасап дамуға да болады достар. Иә достар, ол даму өздеріңізге байланысты. Егер сіз жақсы контентте дамысаңыз, жақсы контент түсіріп дамысаңыз, сіз дамуға болады. Және достар, сіздер міндетті түрде превью алып тұру керексіздер. Иә, мен алдыңғы видеода айтқанмын, яғни жақсы жасайтын дизайнерлер бар деп. Если достар олардан алуға ақша көтермесе, сіздер ақшаларыңыз, яғни маған Элса келіңіздер, менің бір жақсы роднойым бар, ол кейбір ютуберлерге яғни арзандатып жасап береді. Но достар, ол басқа ютуберлер сияқты мықты жасамаса да, бірақ достар, ол нормально жасайды. Мен оның сенемін, оның нормально жасайтынына. Және де ол жақында достар туториал алайын деп жатыр мықты ютуберлерден деп, яғни мықты дизайнерлерден алады достар. Сондықтан достар, Элса келіңіздер де алсаңыз болады достар. Және мен алдында осы екі балаға мен айтқан, екі балаға сол баланы дизайнер тауып берген болатынмын. Олар кәдімгі қуанып, тек рахмет, анау осы жақсылығында маған жетеді деп осылай айтқан болатын достар. Иә, если сіздер ақшаларыңыз көтермесе, маған Элса келіңіздер де алсаңыздар болады достар. Иә, міндетті түрде Элса келіңіздер, көмектесеміз. Nice. Достар, сіздерге осы видеосы лайктарыңызды басып, мен арнама тіркеліңіздер. Егер сіз жадан келсеңіз, мен арнама міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыз. Себебі достар, мкпні бірге дамытамыз. Сізден де маған қолдау көрсетіп, лайкыңды бастыратын ой. Достар, енді сіздерге көп рахмет. Ал давайте достар, пока-пока, чау. Сіздерден лайк, ал менен өте кереметтей